Сәлем достар, бүгін біз сіздермен құйылмалы тәтті бәліш жасаймыз. Ол үшін 2 жұмыртқа, 100 грамм қант қосып, жақсылап араластырамыз. 120 грамм жұмсақ сары май қосамыз. Араластырамыз. 400 грамм ұнға 1 шай қасық қопсытқыш қосып араластырамыз. Жаңағы ұнды қосып, жақсылап қамыр илейміз. Міне осына қамыр шықты. Енді осы қамырды 10 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Заливкасын дайындаймыз. Ол үшін 200 грамм 20% қаймаққа 2 жұмыртқа қосамыз. Араластырамыз. 100 грамм қант қосамыз. Екі ас қасық ұн қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Міне бізде осындай заливка шықты. Енді тоңазытқышқа қойған қамырды алып келіп, жаямыз. Міне осылай жайып болғаннан кейін формаға саламыз. Менің формамның диаметрі 28 сантиметр. Жайып болғаннан кейін міне шанышқымен осылай тесіп шығамыз. Енді мұздатылған қарақат қосамыз. Таңқурай қосамыз. Таңқурайды міне осылай үгітіп салуға да болады. Салып болғаннан кейін жаңағы заливкамызды құямыз. Заливканы құйып болғаннан кейін духовкаға 180 градуста 30-35 минутқа жібереміз. Міне бізде осындай бәліш пісіп шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді, тәтті болып шықты. Дайындап көруге кеңес беремін.